ақша не важно, самое важно ол орта. Біз сата аламыз вообще миллиардқа. Біреу салам бро, мен білемін, олар Макдональдсқа қарайды мысалы, и спокойно Макдональдс сияқты болғысы келеді, да? Ну, как можно говорить, менің мотивациям жоқ? Маған қазір 5 компаниядан ақша түседі ғой, оны бір не пощупай ол. Триллионға келе ма, мен күшім келмейді. Обедке дейін бүкіл ақша түсті ол. Екінші, уже Швейцарияға жіберемін. Неге Швейцария? Потому что тема қандай болады? Білмейміз. Білмейміз, а? Мен де Алматыда білмейтін сияқты. Просто түсіргім келді сіздермен. Да? Шынымен де. Масштаб қызық болып тұр. Самый главный қазір. Бастадың ба түсірді? Қызық нәрсені айтып жатыр уже. Иә, уже басталып кетті. Иә, уже басталып кетті. Негізгі нәрсе екеулеріне шақырғандағы идея былай. Бақтияр мырза жалғыз өзі жұмыс істейді. Командасы жоқ. Иә. Аусорса де. Әділде компаниясында примерно 400 адам бар. Охо. Содан неге ондай деген ма? Біреулер командамен, біреулер жалғыз. командасы ашып отыр. Біреулер Маған командасы. қызық болып кетті, Бақтиярдың подходы. Тез бірдеңке. Бірақ 400 адам жұмыссыз қалмайсыңдар, я отвечаю. Бірдеңке қыламыз. Жоқ, burada негізгі мақсат мынандай ғой. Команда жоқ деген сөз, это не значит, что біз жалғыз өзім видеоға түсіріп жатырмын немесе өзім келіп алып. Жоқ, мынандай нәрсе да, мысалы біздің қазақтарда чувство собственности дейді ғой. Мысалға бізде анау бір атаққа құмармыз ғой қазақ ел. Мысалға 99 сотрудникке келіп барып сұрақ қойсаң, болашақта немен айналысасың десең, кәсіппен дейді. Неге айналыспадың кәсіппен десең, ой, мен ағам жоқ, ой, мен ақшам жоқ, ой, анауым жоқ, ой, мынауым жоқ болады. Мен айттым, хорошо, сотрудник деген сөз кәсіпкер деген сөзге ауысты да болды. Бірде мынандай случай болған ғой. Ана Шымкентте қызым, мә сауда көтерілмей жатыр. Былай қараймыз, болмай жатыр. Сосын тұрамын да айтамын, Динара, звондадым да айттым, сенің жұмысың маған ұнайды деймін. Бірақ енді былай қылайық, екеуміз чтобы ұзаққа шабу үшін, енді сен менімен серіктес бол дедім. Сосын ол тұрды да, вау дейді. 20% менің долямды ал дедім. Сонымен кетті ол. 2 күн тойлады қыздарымен барып тойлау, енді кәсіпкер ол уже. Сізде барлық жақсы жұмыскерлеріңіз партнер болады. Иә, партнер болады. Егер де өзінің жақсы көрсетсе. Иә, сонымен не істедім? 2 күннен кейін келіп айтады да, Бақтияр мырза, мен былай есептеп қарасам, мен бір особо ештеңе өзгерген жоқ қой дейді да, сөз өзгерді дейді. Өйткені неге адамдар бәрібір чувствоны өзімнің собственный бизнесім болса деген нәрсемен қарайды да. Қазірдің өзінде де мысалы менде ассистентім бар, жұмыс істеп отырған, менің сыртымнан жұмыс істеп отырғандар. Қазірдің өзінде де менің финансистім бар. Олардың барлығы әрқайсысы өзіне тиесілі үлесін алады да, жұмыстарын істей береді. Но бірақ ол мен қасымда жүрген жоқ, ол может үйінде отыруы мүмкін, может кафеде отырып жұмыс істеп отыруы мүмкін. Свобода да олар. Негізгі басты бәрібір қалай жұмыс жүгірсек те біз бәрібір адам керек қой бізге. Мысалға маған рилсқа видео түсіргім керек, Алматыға звондаймын, ол болды. Сол моментте ақшасын төлей саласың. Сондай әңгіме да. Иә, 100%. Бірақ олар бәрі сізге жұмыс істейді. Иә, бәрібір жұмыс істейді. Коллаборация ғой. Ана Совет үкіметі тараған кезде бірінші осыны істеді ғой негізі. Кооператив деп. Ең көп ақша келетін қандай сізде кәсіп? Негізі менде енді бірнеше сала ғой. Бұрын осы 2022-ның аяғында мен өз кәсібімді саттым. Сатқандағы мақсат не болды? О жаққа мен уже көңіл аудармай қойдым да. Көңіл аударылмаған жерде ол береке болмайды ғой бәрі. Енді ол мен сол компанияның обалына тимейін деп жұмыс істеймін деген адамдарға сатып жібердім да. Қазір мысалға менде бір 6-7 жерден келеді ақша. Ол мысалға бір 5 компанияға инвестиция құйып қойғанбыз. Сол жақтан ақша кіреді, пассивный инвестормен. Примерно бір дейді. Әрқайсы әртүрлі. Мен просто қызықты. Маған еще таныс емес адамға сұрап жатырмын оның ақшасын. Цифра қызық болып тұр ғой. Қанша? Соны айта алмайды. Қандай көп? Қай жер, қалай айтамыз деп. Где-то қатты қызық болса, бір 10 мың мен 50 мың арасы ол просто пассивный инвестордан 6-7 жерден келеді, 5-6 жерден келеді. Ал өзім былайынша енді жаңағы маған қызығы біреулердің компаниясын жүйелеген да. Неге? Бұл жерде ана шыңдаласың ғой. Әр компания өзінше уникальность қой, уникальный. Мысалға бір компанияға сенімді кіріп барған кезде ол сені құлатады да. Сенің көрмеген опытың шығады ана жерде.
ал енді бір компанияға бірден қатты дайындалып барып кірсең, ол жерде вообще бір екі ақ нәрсені өзгертуің керек, уже ары қарай жылжып кетеді деген сияқты. Конкурирующий кәсіпкерлерге істейсіз ба? Мысалы мен гүл сатып жатырмын, сіз мына жаққа маған да кірдіңіз, басқаға да кірдіңіз. Басқа қалада болса, иә. Басқа қалада болса да. Иә, ол бір, екіншіден сосын мынандай нәрсеге көзім жетті да, әр компанияның культурасы әртүрлі. Несі? Видениесі. Мысалға, сіздің там өстіп келіп қараған кезде біз 2 айдың ішінде көреміз ғой, әр компания өзінің жолын уже алдын ала дайындап қояды да, ол подсознательно. Өзі түсінбейді оны. Но уже біз жолын ашып келген кезде ол түсінеді, мен оказывается жолым мынау екен ғой деп. Мысалға, одновременно сіз гүл сатып жатсаңыз, мысалы, біреу оптовик болуы мүмкін, біреуі мысалы партнерскиймен франшиза аша беруі мүмкін. Біреуі сіз сияқты мысалға там через амбассадор шығып кетуі мүмкін деген сияқты. То есть жолы бөлек та олардың. Әділ шақырып өз сұрақтарын қояды. Өзі интересно. Жоқ, мен пока форматты түсінбей. Бізде в целом осындай. Өзім емін еркін, андай прям точный сценарий жоқ. Себебі алғашқы примерно бір 20 минут өтірік әңгіме болады да, одан потокқа түседі да, өзімізге қызық нәрсені просто айта береміз. Одан кейінгісін қосасың ба сонда? Башағын сөйлей береміз, одан кейін жиналасыз. Мен әділ сендеш, мен шынымен де мен Бақтияр қараймын, саған қараймын, вроде екеуі де жақсы ақша табады. Мен басында копировать еттім екеулерінен примерно. Былай істеп, жұмыс істеп жатыр. Одан менде жұмыстан бірінші рет қадалу болды. Қадалу болғанда қалай? Ақша таба алмай жүрдік. Сол кезде әділге жаздым мен. Әділге жаздым. Мынандай қиын болып жатыр, не істеймін деген сияқты. Келді. Келіп едім, сразу декларация жаздық па, бір нәрсе болды. Мен шалып кеттік. Жоқ, бірінші ақша таптыңдар. Біріншісінде, получается, 2 миллионға декларация жасады. Ақша таптың, сосын үйден кеттің. Үйден кеттім, одан кейін тағы да бардым, одан кейін тағы машина алып берді. Сонымен әділдік пока айырылмайын деп тұрмын, бұйырса үй алу керек деп. Бақтияр ағамен үлкен кәсіпкер, басқа да мықты кісілерді Бақтияр аға жолықтырды негізі. Өңке андай сөйлей алатын адамдар, инстаграмда хит болып кететін адамдардың барлығын осы кісі алып келді маған. Иә, сразу өзі бірінші хит болып алды, бәкен. Одан кейін барлығын хит болып жатыр. Бірақ риза болдым. Екеулеріңізде вообще андай ғой, как ұстаз ретінде ғой, бір жағынан да. Мен бұйырса енді мынандай сұрақ. Масштабқа шығу үшін не істеуім керек мен? Мысалы, услуга саласында жүргендер қандай кеңес беретін едіңіздер? Әдекең ойын тыңдайды, сосын мен өз ойымды айтайын. Иә, маған орысша айтсам болады ма? Орысша айта бер. Айт деді. Бізде мен подкастым болады. Бәрі болады. Короче, я думал разные тактики, как сделать много денег и не потратить деньги. Самое главное, бюджет реклама көп болмаса, онда она идея ол саған контент жасауға. Потому что если сен таргетке көп ақша жұмсасаң, либо там блогерлерге көп ақша жұмсасаң, мысалы, блогерге шығып, сен айтшы, мен рилс түсіріп жатырмын, сен мені продвигать етші, ол ақша. Таргет ол Фейсбукқа ақша төлейсің. Там и самый лучший вариант өзің көп рилс түсіру. Өзің атыңда. Да, и сенің атына адамдар келеді. Неге бізге келеді? Өйткені олар біледі, что біз ең сапалы гүлді сатамыз. Да, бізде қымбат, но зато бізде ең сапалы. Сенде де мен саған айттым, давай ценникті 2 есе көтер, давай 3 есе көтер. 4 есе. Менің парикмахерім бар, который мен шашымды алдыратын, да? Ол қазір көп ақша тауып жүр. Ол, короче, мені басында 5 мыңнан стриг, да? Қазір 10 мыңнан стрижет. Я говорю, что адамдардың азайды ма? Жоқ, азайған жоқ, братан, рахмет, 15 мыңға қашан көшеміз дейді. Я говорю, көше бер. Өзім как бы клиентымын ғой, да? Өзім попадаю, қымбатырақ енді төлеп жатырмын ғой оған. Бірақ понимаю, что он очень много зарабатывает. И сенің тоже идеяң, менің ойымша, например, пакеттерді сату, 1 миллионнан, 2 миллионнан, но зато аз клиент алу. Мысалы, Бақтиярдың ақшасы көп, оған 2 миллион деп айтсаң, бірақ айтсаң, барлық видеолардың бәрі почти 1 миллион жинайды. Біз кішкене басқа контент жасаймыз, реально качественно. KPI-мен істесең, тогда күшті болады. Гарантия. Сен маған келдің ғой, мысалға, бірінші. Айттың ғой, 70 мың теңге, 350 мың теңге. Айырмашылық не деген кезде 70 мыңға 10 видео түсіріп беремін, или 20 видео түсіріп беремін, болды. Мен айтам, анаға не істейсің? Мен сені минимум 20 мың просмотр істеп беремін. Иә. Бақтияр еще келеді, ол білмеймін қаяқтан пайда болды. Даже рилстар маған жаздың ғой? 2 мың ғана жинап тұр ғой. 1000 ғана ма, 2 мың. Я өзім жаздым Бақтияр.
еще біреу бүйтіп иә жинаймыз деп қоямыз, біраздан кейін өтіп жатыр видеолар, миллионға кетіп қалған ғой рилстан. А если понимаешь, сен мысалы айтсаң Бахтиярға рилсын 20 мың жинаса 20 мың төлейсің, миллион жинаса миллион төлейсің. Ну, например, ну, конечно, понятно, что ондай чектер болмауы мүмкін, но хотя бы 0,2, 0,3 теңге сұрасаң бір просмотрға. И понимаешь, ты уже, тебе важно, чтобы контент классный был. И ему тоже плюс. Он понимает, что он готов 0,2 тенге или 0,3 тенге заплатить за просмотр. Это как вариант один. И таких вариантов заработка очень много. Енді менің ойымды тыңдайтын болсаң, менде екі пример. Біздің компанияның өзі солай шықты да. Мысалы, масштабқа шыққан кезде, бұл өзі бірінші бір жетістікке жету үшін бір неден түсірініп аласың ғой. Мысалы 2019-да біздің компанияда біздер автослесарь болды ғой біздер. Газға қоямыз калькіге. Сол кезде бүкіл мастерлер жұмыстан шығып кетті бізде. И маған менеджер қыз келіп тұр, Басеке, Саня жұмысқа келмеймін деп жатыр. Не істейміз дейді. Мен айтамын, ойланып отырмын. Так. Қайтадан өзіне сұрақ қойып отырмын да. Шырай қара деймін. Егер біз Шымкентке барамыз. Шымкентте Саняның қаяқтан табамыз. Алматыға барамыз. Алматыдан Саняның қаяқтан табамыз. Астанадан Саняның қаяқтан табамыз. Яғни бір Саняны біз 40-қа бөле алмаймыз ғой. Давай сделаем так, чтобы любой қалады, Саня ма, Вовка ма, Арман ба, Иван ба, біз соларға условия істейік. Бірінші жер соған қарадым да мен. Сөйттіктен істедім. Мысалға Алматыға келген кезде Алматыда 62 СТО болды. 62 СТО қорытты айттық. Короче, оның бізден примерно заработкасын білеміз ғой. Сен айына мынандай ақша тауып жатсың. Айтады, иә дейді. Хочешь, 2 есе ақша табуға. Қалай? Менің балдарым көп видеоға түсіріп кетеді. Біз сен үшін реклама жасап береміз. Екінші, сен қазір ана жақтан зат алып жатсың ғой сен. Оның мысалы условиясы бар поставщиктер. Ол условиядан біз 2 есе лучше условия береміз. Болды. Таким образом бізде Алматыға кірген кезде 18 жасар бала мен 17 жасар қыз, біреу інім, біреу қарындасым. Кірді де бір айдың ішінде 2 адам. Бір айдың ішінде 70% рынокты алып алдық. Ол бірінші момент мысалы. Екінші момент, анау күні бір жігітпен сөйлесіп отырмын. Жоқ, Алматыға қалай параллель істеуге болады? Соны айтып жатырмын ғой. Сізде қазір мысалға қолында, мысалға міне қазір Қуаныш Оңбайдан, Қыран Талапбектен, Асхаттан көрінген адам мобилограф қой. Немесе баяғы анау площадьта жүріп өстіп түсірген адамдар ғой қазір. Қолдарында фотоаппараттар бар. Бірақ оларда жұмыс жоқ та. Мысалы мен Астанаға бардым ғой, сен ана күні бір видео түсіріп жіберу керек болдық. Астанаға бардым, Астанадан Тугезден алдым да, тупо просто алдым да, тердім де, маған видео көріп келіп. 15 мың теңгеге түсіріп беремін деді да. Несет біз бардық да, кофейняда отырдық. 10-12 видеоны түсірді да, без обработка саған жібере салдым. Сен обработка жасадың да, мен оны рилске салдым. Не өзгерді? Готовый осындай камерада жүрген балдардың видеосын түсіріп аласың. Мысалы сол қалада Астанада мысалға тұрасың да, не істейсің? Астанаға барған кезде. Астанадан клиент табасың. Бірақ жаңа кім әдекен айтқанша 3-ке бөлесің. VIP, премиум и стандарт. Мен просто сөйтіп істеп көрейін дедім, бірақ андай бар. Видеокурстардың көбісі андай бар. Қайсың ба? Өзім деп қалғандар. Почему-то. Жоқ, бәрі саған барады, сендер клиенттер болса. Клиент болса. А мен саған клиент іздеу тәсілін айттым. А Бахтияр саған ақша табу тәсілін айтып отыр. Клиент іздеу, например, өзінің блогын арқылы әкелген көп клиент, бірақ оларды сен түсіре алмайсың. Сенде 80 ай бар жоқ. Сол ғой, бәріне сен барамайсың. Сен физически уақытың жетпейді да. Сен просто олар клиенттерді распределяешь. Осыған ұқсас бір нәрсе бар да. Ана күні мен бір жігітке консультация бердім. Ол жігіт жалғыз өзі тоже. Қасында 2 менеджер бар. 2 менеджер не қызмет атқарады? 2 менеджер бүкіл неге реклама салады қалаға. Егер де сізге медсестраның услугасы керек болса, укол салу, там анау услуга керек болса, сіз бізге звондаңыз, біз сізге медсестра жіберемін деді. Сөйтті де сол қаланың медсестралары бар ма? Сертификаты бар. Соларға айтты, сен ана адреске бар, 4 теңгеге укол салып кет, 2 теңгесі мен ана жақтан аударып жіберемін. 2 қыз. Ана жігіт нормально ақша тауып отыр. Да, ондай көп компаниялар. InDriver тоже так же работает. Яндекс тоже самое. Яндекс также работает.
И есть очень много таких, как и наймики за это. Да. То есть бұл жерде сұрақ үлкен ғой. Сұрақ просто сенде да. иә сұрақ мен өзім иә деген кезде ғана басталады дейсің ғой. Иә, масштабың үлкен кезде ғана. Сен қанша ақшаға дайынсың, соған байланысты задача шыға береді ғой. сіздер екеулеріңіз бір азартник сияқтысыздар андай бір ақшаның артынан неге или маған солай көрінеді ма, бір андай бір қуып жүргенше или бір андай бір азарт емес даже бір процесс ұнайтын сияқты да. Я біздің компания февральда 89% жасады. Это рекорд абсолютный, например, по продажам, да? 200 миллионнан астам, гүл саттық 200 миллионнан астам суммаға, да? И мы расстроились. Расстроились, что не выполнили план на 100%. Поэтому должна быть мысль, типа ты должен быть азартный. Но өзіңді сен должен не біреулермен сравнивать, а кешегі аймен. Кешегі ай бітті сенде мысалы февраль. Должен все, мынаны онда 1,5-ға көбейтем. Келесі айды 1,5-ға көбейтем. Келесі айды 1,5-ға көбейтем. среднем сонда 200 миллион болатын болса ол оборот қанша жылдық? Жоқ, біз жылдық үлкенірек қой, өйткені бізде 8 март бар вообще. Мартта біз 100 миллион істейін деп жатырмыз 3 күнде. Поэтому ол кішкене басқа нәрселер. Иә, оның несі бар ғой. Эквиваленттері бар ғой. Иә, біз қазір 115 миллион қойдық Алматының магазині, ол 3 күнде жасайды. И уже примерно түсініп жатырмыз, что примерно обедке дейін біз 54 миллион жасау керекпіз. То есть таңертеңнен обедке дейін. осы қызық болды па? Мен айтамын, осындай 3 миллион болды ма сол кездері, осындай сатамай жатырық, пределді асамай жатырмыз. Біз мынаны бір күнде істейміз ғой деген кезде ыңғайсызданып қалса, еще көрсетіп берді, мынандай дейді. Оказывается, күніне соншама. Қазір даже обедке дейін қанша миллион деп отырсың? Да. Жоқ, обедке дейін ол 8 мартта 54-55 миллион қойып жатырмыз. Біз сата аламыз вообще миллиардқа. Просто бізде басқа проблема. Бізде проблема то, что біз жинай алмаймыз. И курьерлер үлгермейді. Даже біз адам саны. Иә, адам саны жетпей жатыр, жинайтын адамдар. Потому что 7 мартта клиенттер өте көп. Ол проблема маркетингте емес, проблема біз. Бірақ басқа компанияларда клиент жоқ болуы мүмкін. Там кішкентай цветочный. Біз просто, видишь, накопительный эффект қой. Мынау менің 10-8 марта. 10 жыл болды жұмыс істеп жүргеніміз. И ол накопительный эффект, представь, 10 жыл бұрын бір адам алды мені, и постоянно солай жиналады. И бізде қазір эффектпен келе жатырмыз. Снежный кол. 14 февраль тоже солай болды. 14 февраль 26 миллион жасады бір күнде. Бірақ еще гүл бойынша мен Әділдің офисында тұрған кезде тағы бір қызық нәрсені байқадым. Негізі гүл деген ең жеңіл нәрсе екен, андай эмоция беру үшін. Оғанға дейін мен қатты мән бермейтін, типа ол қойшы, гүл алу керек пе, жоқ па деп спокойно жүре бересің. Тома алып бере саласың, ол әйелің қуанады, сен де ризасың, ол да риза. Одан кететін тек қана ақша ғана да. Көп емес. Шынымен де. Мен бұрын түсінбейтін, ол бәрі қурап кетеді, қойшы деп кете беретін. Сіз қалай ойлайсыз ол туралы? Қанша гүл сыйлайсыз әйеліңізге? Қашан сыйлайсың? Если что, әйеліңіз анау камераның артында отыр. Былайша енді мендегі азарт қандай? Мендегі азарт бүгінгі күнімді ертеңмен салыстыру. Мысалы, кешегі күнді бүгінмен салыстыру да. Онда қалай, мысалға, рас мен миллиардтың оборотының ішінде азарт істеп көрдім ба? Триллионға келе ма, мен күшім келмей ма? Иә. Осы әңгіме да мендегі қызығы. Ойлап кеткенсіз ғой кәдімгі. Мысалы кеше осы күнге дейін біздер енді 2017-тен бастап жаңағы бирюзовый модельді самоуправление дейді ғой. Нано дейді, жаңағыдай 0 человек. Мысалы кеше біз 2022-де компанияны сататын кезде 2 адам, 120 партнер, 460 автосервисті саттық та біз мысалы. Ал енді шықтым да, осы кезде жүрдім, сөйтіп жатқан кезде Фусвиллдің кітабын оқыдым. Бардым анарда триллион да біздің теңгемен алсақ. Көп триллионның 250 миллиард рубль бар да, айына. Бір күнде 600 фура зат кіреді, 600 фура зат таусылады кешкілік. Азында кірген зат. Ана жерде. Қалай істеп жатыр? Маған қызық болды да. Соның ішіне кірдім. Енді биылға уже 10 рет ояққа не салып қойдым да. Бірінші оның опытын применять ету, сосын уже өзімнің күшіммен действительно триллион жасата аламын ба, өз күшіммен жасата алмаймын. Мен соған стою или не стою деген әңгіме. Менің азартым это спортивный интерес.
қаншалықты мен күшім жетті. Мысалға ана күні бір сұрақ қойды. Президенттікке не жасайсың? Жоқ деймін да. Президент болғыңыз келе ма дейді да, мен жоқ. Неге президенттермен әңгімелескім келеді да просто. Менің азартым сол. Ана күні мен мысалы послание жібердім ғой. Түсірдік біз. Иә, послание жіберген кезде ол ниеттау ғой, чтобы жаңағыдай хайп жинау жоқ. Просто ол кісінің мнениесімен мен өз мнениемді салыстырып көру болды да, білімімді. Өйткені мынау өскен кезде қалта өсе береді ғой. Мен индрайвердің хозяинымен кездескенде біз сөйлестік, ұзақ әңгіме болды. И олар 120 мың водителі бар. Линияда күнде. И 60 миллион пользователей. То есть 60 миллион адам он приложениесінде отырады. Представляете, да? И когда ол Қазақстанда келгенде, он Тоқаевпен кездеседі. Өйткені ол понимает, что Тоқаевта всего лишь 18 миллион халық бар, а ананың приложениесінде 60 миллион халық бар. И оның әңгімесі қызық. Олар реально уже, ақшаны қайда жаратасың? Уже ақша кураж ғой олар. Оларға ақша вообще керек емес. Олар просто қазір соревнуются, чтобы сделать много благих дел. Да. То есть ол күшті. Представьте, 120 мың водителі бар. И олар телефонға индрайвердға установили такой, как датчик движения. Когда кочкаға тигенде, телефон былай кішкене шатается, понимаешь? И они решили выгрузить все данные, где часто шатается телефон. 120 мың водитель бар ғой. И мирдің картасы, где кочка. И они дают, говорят, и мы либо новости шығарамыз, и будем позорить этот акимат и так далее. Либо мы дадим акимату и скажем, вот здесь надо залатать. Это же супер, да? И они говорят, мы за справедливый мир. Не Казахстан, а мы за справедливый мир. Они хотят сделать мир лучше. И вот это вот круто. Да. И сам он заикается. У него болезнь такая, ее нельзя излечить. Единственное, как можно не заикать, это говорить шепотом. Когда ты говоришь шепотом, ты не заикаешься. Любой заика шепотом сөйлесе не заикается. И они сделали аппарат, он такой радиоприемник, и сен микрофонға тыныш сөйлейсің шепотом, анау қатты шығарады. И ты никогда не заикаешься. И они решили проблему всех заик в мире. А их там тоже серьезное количество. Круто же, да? И когда сен уже бизнесін, уже басқа модельде. Ол айтады, мен благотворительный фондтарға ақша бермеймін. Потому что менің ақшамды олар дұрыс емес жарата мүмкін. Бірақ мен ақшамды, өзімнің ақшамды күшті жарата аламын. И оны тоже топтар істейді. Сол индрайверді жасап атқан топ-менеджерлер, сол благотворительный фондты топ-менеджерлер солмен істейді. Представляешь, какая у них мотивация работает? У них же тоже у всех деньги есть. Да. И они хотят поменять мир. Я считаю, что это круто. Шынымен. Мен алдында мистер Бисті көрдік қой. 1000 адамның көзіне операция істеді. Иә. Видеосы 8-ақ минут. Еще ол жерде Тесла берді. Одан ақшалай примерно бір 200 ба 300 мың доллар берді. Сыйлық каждының біреуіне 10 мың, біреуіне 20 мың, 50 мың деген сияқты. Мен бірақ ондай адамдарды көрген кезде вообще бізді не істеп жүрміз деп келесің ғой. Сондықтан неге онда Қазақстанға ондай компаниялар енді шыға ма или қалай сіздерше? Менің ойымша біз воскресенье күні Ардақ Назаровпен бірге ұштық. Тоже, кстати, казахоязычный. Вообще орысша сөйлемедік. Бірақ ол трехкратный чемпион мира по боям без правил. Мен орысша сөйлеген жоқ тоже. Қасында, чисто қасында сөйледі. И күшті нәрсені айтты. Автобуста бар ғой, самолетқа баратын автобуста екеуміз еще Асхат үшеуміз бардық. И ол айтады, мен, республикамен, өзімен, акиматпен бірге, либо кәсіпкерлермен бірге 5 адам таңдаймыз. Мысалы 5 боксер. И оларды 5-еуін Головкин қыламыз. 5 әнші, 5-еуін Димаш қыламыз. 5 там кәсіпкер, 5-еуін международный қыламыз. Представь, каждый кәсіпте 5 қазақ әлемді жауласа. Адамдар ойлайды ғой, чо мыналар қазақтар не жеп жүр? Қазір суббота күні бір павлодарский бір бала чемпион мира стал по брейкдансу. Чемпион мира по брейкдансу. Японецті жеңді, японец, каждый год сайын жеңетін ғой соны. И бір павлодарский бала чемпион болды. Скриптонит павлодарский там. Алдияр, да, там Икан павлодарский. Сосын Иманбек, да, павлодарский. Неге қазір сояқтан болып жатыр? Өйткені олар думают, мынау менің мектебімді бітірген бала, тоже мына жаққа баратыр, Грэмми алып жатыр. Мен неден кеммін? И Ардақ былай айтып жатыр.
осындай балаларды біз көбейтсек әлемді жаулап алатын, онда бәрі сенеді. Қызылордадан бір бала болса сондай, Ақтаудан бір бала болса, Ақтауский скажет, мынау біздің мектепті бітірді, мынау бізбен бірге тренироваться етті, мынандайдан спортзалдан шықты, мен де істей аламын. И вот біздің ең басты мақсат сондай балалар болса, надо не говорить типа, ой, мынау мақтанып жүр или что-то, надо реально его подталкивать, чтобы ол әлемді жаулап алды. Бірақ бізде негізі тарихқа үңілетін болсақ та, ол қазақтарда бәрібір көре алмаушылық бұрыннан бері болған сияқты бар. Андай көре алмаушылық болғанда кішкене көтеріліп қалса бүйтіп тартатын ше. Ол сұрақ онда емес қой. Сұрақ онда емес. Сұрақ онда емес. Сұрақ бізде. Сұрақ бізде. Мысалы қараңыздар, бұрынғыға көшетін болсақ, тек именно бір жиналатын кездерде бір қосылған ба, или наоборот әлемді мойындап келгеннен кейін бастап сразу мойындай ма? Мынандай ғой, Димашты біздің қазақтардың ешқайсысы таныған жоқ қой. Да. Иә. Головкин тоже олимпиадада даже жеңе алмады. Сонда ол енді бұл жерде мынандай нәрсе бар да, мысалға қалай айтсам болады, оны мысалға біздер всегда бір фанат боламыз ғой, біреудің фанаты боламыз ғой, постоянно. Енді ол фанат болу үшін может ол мысалға мынау су мына жерде бесплатно тұр да бізде. Бұл аэропортқа барса бұның құны өзгереді. Бұл бар ресторанға барса құны өзгереді да. Мысалға айтайын деп отқаным, мысалы біздің қазақтар егерде шетелге шықса, мендегі бірден бір мақсат 1000 кәсіпкер шетелге шығарып беру да. Шетелдің ақшасы бері қарай керек та. Мысалы бізде Қызылорда достарымыз бар. Олар вообще Қазақстанға күріш сатпайды. Ауылдық кісілерге айтады да, міне ауыл шаруашылықтарын бүкіл 100 ауыл шаруашылыққа көктемде уже қазір ақша құйып жатыр байқа. Сіз маған теңгемен бере беріңіз, қанша теңгеден болса қымбат айта беріңіз маған. Оның қасындағылардан 130 теңге, 120 теңгеден алса, 170 теңгеден алады да. Неге деген кезде мен айтады, мен доллармен сатамын дейді. 17 елге күріш сатады да. Бір сатқанда 70 вагон, 80 вагон, 100 вагон. Енді ол былайынша алған кезде, мысалға, біздер всегда, жаңа ғана айтады ғой, плохому танцору всегда что-то мешает. Сол сияқты мысалға маған да айтады, Инстаграмда не істеп жүрсің? Мен де ауылдың баласымын да. Мен де орысша білген жоқпын. Но бірақ Алматының ортасында жүрміз ғой, сіздің қасыңызда отырып қой мысалға. Жоқ, орысша білудің ол. Жоқ, айтайын деп отқаным, ауылдың балдарына үміт сыйлау. Иә. Мынау біздің ауылдан шықты, мынау әлемді Инстаграмның бірден бір маған беретіні осы. Өзім сияқты қарапайым балаға үміт сыйлау. Ақшаң жоқ болса да, ағаң жоқ болса да, ең бастысы сенде дух болсыншы болды, алдағы жылжимын деген желание болсыншы болды. Өйткені қанша осы күнге дейін уже 90-ның үстінде кәсіпкерге кіріп шықтым мен. Өзім ең көп ақшасы бар адамдардың бұл вообще танымайсың сен оны. Но бірақ атасында ярд бар оның. Қалтасында ярд бар. Кеше мен Шымкентте алғашқы 3-түкке кіретін бір кісімен сөйлестім. Шымкентке. Мен қасымда отырып, просто телефонды алып сөйлесіп жатыр да. Енді ана сыртынан қарасаң, сен оны ярд бар адам деп ойламайсың. Онда бірақ нәрсе бар да, дух бар болды. Амбиция. Үлкен амбиция. Қытайда неге заводты қойып тастаған да. Қытайда қазақ жігіт Қытайдан завод қойып тастағанда жұмыс істеп жатыр да. Қытайлар оған жұмыс істеп жатыр. Керемет. Сондай проект жасау керек. Шынымен де бірақ андай сияқты жүгіретіндер де бар ғой. Марафонецтер или 100 метр жүгіретіндер, когда біреулер мировой рекорд дейді, біреусі асып өткеннен кейін оны как обычно болып қалады екен ғой. Даже 2000 жылғы мысалы рекордтарды көретін болсаң, қазіргі біздің 2022-дегі обычно жүгіріп жүргендердің бәрі сол рекордты спокойно асып кетіп жүрген сияқты. Онда қазақтар бәрі мирға шығу керек дейсіз ғой, әлемді мойындату. Иә. Просто енді қазір біз кеше 30 жылдың ішінде действительно біреусі аш болды, біреусі жаңа ауылдан кәдімгі жоқ жерден шықты, біреусінің жаңа мектептің кезінде шамалы унижение болды. Білім болған жоқ. Иә, білім болған жоқ. Біз не істедік? Бірінші осы күнге дейін жыртығымыз жамадық қой. Енді уже определенный уақыттан кейін бизнес үш ақ этаптан тұрады ғой. Бірінші нужда. Любой нәрсеңнің бірінші ашқан кезде сен расходың жабу үшін тек, мысалы сен осы кәсіпті ашып жатқан кезде айына 1 миллион тапсам болды деп жүрдің ғой. Иә. 300 мың жетеді. Иә. 300 мың жетеді. Сіз ғой миллион ойлағанбыз. Біз 300 мың үшін ойлағанбыз. Кредитін жауып алсам болды деп ойлаймын. Иә. Содан кейін екінші этап бар. Сен оны защищать етесің. Чтобы сенде постоянно сондай ақша түсіп тұру үшін бір жолын қарастырасың. Енді содан кейін уже болашаққа кіресің да. Енді ол уже үшінші этапта. Мұнда бірақ екінші этапқа келген кезде бізде крыша сносит. Біреулер айтады, кетеді уже.
жаңағы еркекті құртатын үш ақ нәрсе дейді ғой біреу власть, ақша, қыз. Да. Но вообще этот мужчин, сыновей надо растить в нищете, говорят, а девочек, наоборот, в богатстве. Да. Потому что әйелдерге, наоборот, нищета қиын. Ну, то есть, потому что она не может самореализоваться. Да. А еркектерді байлық құртады. Наоборот, сен уже төменге тастауың керек. Осыдан келесі қызық тема шығып отыр өзі. Мысалы, бұйырса балаларымыз болады. Оларды қалай не істеу керек? Мен мысалы қазір әрбір кәсіпкер болсын, эксперт болсын келген кезде айтамын да, балаларға ешкім контент жасап отқан жоқ деймін да. Ана күні мынандай нәрсе болды. Бақыт деген киноны көріп, шыны керек жартысынан шығып кетті ана киноның. Слишком ауыр кино. Не үшін ауыр болды? Өйткені біздің кішкентай балалық шақтағы болған өмір да анау. Реально, да. Реальный өмір. И сол кезде менде екі вывод шықты да ананың ішінен. Мамасы алқашқа күйеуге тиді, қыз алқашқа күйеуге тиіп жатыр да. То есть отбасыңда, ошақ қасыңда не көрдің, соны көрсетің. Балаң соны істейді да. Сол күні менде уже шешім шығардым да. Бірінші биыл уже бала шағам Алматыға келеді, Қызылордада тұрады ғой. Алматыға келсе, соңғы ақшам төлесем де ең қымбат мектепте оқиды. Неге? Өйткені орта ауыстыруым керек. Екінші, уже Швейцарияға жіберемін. Неге Швейцария? Потому что бақытты елдердің қатарына төрттікке кіреді да. Себебі қазір келесі этап, мысалы, шынымен де басында ақша деп жүрдік қой. Қазір мысалы кейде ойлайсың да, бұйырса балам болса, анау болса, оны қалай тәрбиелеу керек? Көбісі айтады ғой, көргенін істейді дейді. Я бүйтіп айта салған жеңіл да. Бірақ шынымен білмейсің да, орта. Мысалға сен өзіңді ал да. Мысалға сен бүгін емес қой сен неде жүргеніңе, камерада жүрген. Иә. Қай кез әдекеңді таныстың? Уже сенде мынау өзгертті. Тек өзің ғана айттың ғой, жаңа мен әдекеңе бардым, бірінші қаржы жаптым, одан кейін. Мысалға да, не өзгерді? Қасындағы адам өзгеріп болды. Мысалға Алматыға келген кезде, Қызылордада жүрген кезде мен айналамның барлық эстоның иелері тұғын да. Алматыға келген кезде бір эстоның иесімен танысқан жоқпын да. Кәсіпкерлердің ортасына кірдім. Ортада бір-ақ жылда болды. Күшті. Мен орта туралы айтайын. Мен өзім дарын мектебін бітірдім. Бірақ 7 мектепте оқыдым. И 7 мектептің бәрінің түлектерінің чаттары бар. Білесің ба онда? Типа түлек 2011. Мен почти бесеуінде отырамын. 5 чат, но бесеуі де менің одноклассниктарым. Қазір басқа 4 одноклассниктарым ренжімесін. Бірақ бір мектеп бар, мен бітірген Дарында. Дарында балаларға арналған мектеп-интернат. Мен интернатта жаттым, тұрдым да. И сол интернаттың баласы біреу қазір депутатқа сайланып жатыр. Біреу Америкада лучший боксер болып жатыр. Біреу вот этот, біреу там Каспий банктың директоры. Мен, ну то есть бәріміз прям все качают. Біреу там больницада там хорошей должности. И нету такого, кто типа мынау бейшара болып жүрген. Не. Вообще жоқ. 50 адам бітірді, 50 де что-то добились. Енді басқа мектепті алам да, который оған дейін оқыған да. Ол жақта наоборот бірде-бір адам жоқ. Кто что-то добился. Бәрі средний мектепті. Если ауылдың мектебін алсам, ол жақтан даже мен оларда WhatsApp жоқ шығар. Ну, это шутка, конечно, но реально солай. Да. Орта решает, менің туған братишкам КТЛ-да оқыды. Барлық одноклассниктары мощный. Туған екінші братишкам тоже КТЛ-ға түстіргіздік, да, чтобы, потому что орта решает. И тәрбие жағынан, и ақыл жағынан. Қартайген кезде қайтесіздер? Негізі ойланып көрдіңіз бе қартайген кезде? Бақтияр ағам бір қызық идеясы болған. Мен қарттар үйін жасағым келеді деп едіңіз ғой өзі. Осылай кәсіпкерлермен бермедің сен. Сол идеяны жібердім. Менде мынандай случай болды. Тоже бір достарымыз айтады да, мен өскеннен кейін бір қарттар үйін салғым келеді дейді да. Мен айтамын, неге деген кезде, ол қарттар үйінде бүкіл қарттар тұрмайды дейді да. Мен 80-90-ға келген кезде мен сияқты мыслить ететін орта сорада болады дейді. Не от того, что мен қазір мысалға там немерені алып алып, там шөберені алып алып, бір неде отырғым келмейді дейді да. Бұл жерде қазір спорный вопрос кетеді. Там ты чё, там қарттар үй, на самом деле біздер мысалға пенсия деген бір сөз бар ғой, пенсия деген. Бүгін пенсияға шықтық, туған күні, мысалы 63-ге келіп пенсияға шықты ма, сол күні адам қартайып кетеді. Ментально, да?
иә, не үшін бұрын біздің ата бабаларымыз үлкен баласын өзінің әке шешесіне берген. Өйткені бұл пенсияға келген кезде үлкен баласы уже босанып жатады ғой. Үлкен баласын дүниеге келіп жатады, мысалы үлкен баласын баласы. Мынаны жоғары берген кезде бұнда қайттан 20 жыл алдыға не пайда болады? Мақсат пайда болады. Бірақ қазір көбейетін шығар. А? Возраст көбейетін шығар. Иә, мысалға деймін да. Иә, бұл жерде айтайын деп отқаным, адам қай кезде тоқтап қалады? Мақсат тоқтаған кезде. Мысалға енді бағана сіздің сұрағыңызға жауап беретін болсам, мысалы, мен қазірден бастап соған дайындап жатырмын. 90-ға келген кезде, мысалы, қазір анау атамекен былтыр баяғыда болған, бар шығар қазір. Атамекен шетелдік бір эксперттер шақырады. Иә, бар. Эксперттер шақырады Германияда. Даму. Иә, дамуда. Даму. Келеді де не істейді? Олар уже пенсияда кісілер, 80-90-дағы кісілер. Олар не істейді? Келеді де, компания кіреді де, мына жер дұрыстап кетті. Еще соның айтқан сөздері четко келеді. Представь, оның опыты бар. Да. 45 жыл примерно сол заводта істеді Германияда. Топовый, например, автомеханик. Ол келеді на Hyundai центрге просто и біледі ғой точкалар. А ол пенсияда, ол олай жұмыс істей алмайды уже. Но ол қарауды, это классно. Да. Солай барасыз ба? Мен сондай болғым келеді, мысалға. Маған қызығы 90 жасында, 95 жасында кәсіпкерлердің ортасында келіп үлесіңді қосуда. Болды. Ең қызығы сол да, өйткені мақсатың тоқтамайды да. Қазір мысалға даже мен кәсіпкерлердің көбісін көріп жүрмін ғой тоже. Мысалы 50-60-тан кейін олар ақшаға добились. Но бірақ өздері бірдеңені істейін десе, уже энергия жоқ, и не істерін білмейді. Өмірдің қызығы тоқтап қалған. 50-ден кейін 60-тан кейін. Инвестиция жасайды в основном, да? Ол инвестиция скучный нәрсе ғой. Скучно. Сен ақшаны беріп қойдың, оны сен не пощупаешь? Мысалға, маған қазір 5 компаниядан ақша түседі ғой. Оны бір не пощупай, ол маған қызық емес, ол даже бар деп айтып қоя аласың да. Өйткені неге? Творчество менде басқа жақта развивается. Бұл мынандай сияқты, мысалы, үйге келесің, әйелің екеуің ортаңда да әңгіме болмаса, қызық әңгіме болмаса, үйде тамақ скучный болады ғой. Да. Ал енді екеуің ортасында тік дегустацияға кетіп жатса, сен анар тамақты қалай жеп қойғанын білмейсің, қалай 3 сағат 2 сағат өтіп кеткенін білмейсің да. Бұл адамның өмірі де сондай да. Мысалға, постоянно біз бір нәрсемен айналысатын бір құнды нәрсеміз. Біз штучный товар болуымыз керек та негізі. Бірақ ол жасқа байланысты емес, мысалы 20 жастағы бала арманы болмаса, мақсаты болмаса пенсионер бар. Иә. Өзіңде ше әділ. Қалай? Қартайған мен қартаймайтын Күлт адам деп. Мен қартаймайтын шығармын деп. Өйткені бір апта бұрын мен ойлағам, все, уже мен енді этот средний возрастқа келіп жатырмын. Оказывается, бұрын этот 30-ға келсең, то сен уже средний возраст, не молодежь, короче. И осы жылы бір апта бұрын приняли приказ, что енді 35 жастан молодежь. Да? Да, так что маған еще 6 жылым бар. Молодежь болмаймын. Вечно молодой болып жүреді. Ол 6 жылдан кейін кім біледі, может қартайып солай жүре беремін. Бірақ насчет қартаю. Менің апам 60-та болғанда казалась такой старенькой бабушкой. Да? Она болела еще. Қазіргі 60-тағы кісілерді алшы. Вот даже мен ана умраға жіберіп жатқан Аташканы айтшы, ол 70-те, да? 70-ке толады осы жылы. Вообще молодой. Мен еще келе жатырмыз біз машинеде, и мен анау балаға, атаң сөйлей ала ма қазір камераға? Бізді қарсы ала ма қазір? Бізге контент істеу керек қой деп жатырмын да анау бала. Вы чё? Говорит, атам еще умраға барып келіп, анақтан контент істеп бере дейді ғой. Ну, короче, аталары вообще мощный, апалары мощный. То есть қазіргі жас, мне кажется, 90-нан көбірек шығар. Мен даже өзімнің презентацияларымда 90-да өлеміз деген бар менде презентация. Қазір оны ауыстыру керек шығар 100-ге дейін. Примерно потому что бізде 90 жылға дейін біз активно өмір сүреміз. И каждый айда бірдеңке істеу керек. Қоғамға или өзіне жақсы тиетіндей. И мен өзіме андай кругляшоктар дайындап қойдым. И кругляшоктар бітіріп жатыр. Скоро представляешь, менің өмірімнің 3 бөлігінің біреуі уже бітейін деп жатыр. По факту. Уже бірінші жағы бітейін деп жатыр, да? И сен ойлайсың ғой, 2-ақ бөлігі қалды. Сол үшін тезірек өмір сүру керек. Азырақ ұйықтау керек. Біз жалқаумыз, көп ұйықтаймыз. Мен балалар біледі, мен 2-3-ге дейін жұмыс істеймін. И сосын таңертең тұрамыз. Вот мобилограф Оралдан келді бізге.
в шоке ол біздің графиктан, но нормально азып кетті айтам. мен бірақ екеулерің түрлерің қартайып кеткен сияқты неге ондай? Сіздер қаншадасыздар? Давайте айтайықшы. Давайте, біз просто андай Айтылақ нешедесіз айтсайшы қазір. 29-да. Менен бір жас қана үлкен ғой. Мен просто, видишь, ұйықтамаймыз ғой. И менің ойымша, мен уже примерно 35-те 40-та шығармын. Потому что если, например, 12 сағат жұмыс істесем, да, а біз 15-18 сағат жұмыс істейміз ғой, сондықтан біз көбірек істейміз да, и опыт болады. И потом мен 19-да бизнесті аштым, осы гүлді да, а оған дейін тағы еще бизнестер жасадым да. И бизнес жасаған адамдардың бәрі стресс қой, и сен, скорее всего, тезірек қартаясың. Потому что сенде ответственность, сен көп адамға жауапкершілікті. Представь, бізде қазір 400-ден астам адам бар, олардың өздерінің еще әке шешесі бар, балалары бар, әйелі бар там, например. И біз примерно 1000-1200 адамға тамақ береміз, киім береміз. Ну, понимаешь, да, что если, например, Royal Flower жабылып қалса, 1200 адам ақшасы қалады. И менің ойымша ол үлкен жауапкершілік, сондықтан да тезірек қартайтын шығармын. Иә. Бәке, сіз нешедесіз? Бақтияр ағаның үлкен аға деп жүрген ғой негізі. Салтам ана 2017-те осылай бір тренермен отырсам, Бақтияр, сен соңғы рет қашан айнаға қарадың дейді. Күнде қараймын, не болыпты десем, өзі 52-сі ғой. Сенің түрің менен қартайып кеткен ғой дейді. Жаңағыдай ғой тоже. Мысалға, бәрібір бизнес ол по-своему стресс қой. Ұйқыдан тұрасың стресс. Бірінші бизнесте өзі жақсы ғой. Бірінші кезде ақша табам деп стрессовать етесің. Одан кейін адам табам деп стрессовать етесің. Одан кейін тапқан ақшаңды жоғалтып алам деп стрессовать етесің ғой. Самое главное, тапқан ақшамды жоғалтқан стресс менде уже 5 жыл бойы. Нет, картаю это тоже же относительно. Біз, например, Бахтияр екеуміз за это не переживаем, потому что біз жігіттерміз, ұл адамдармыз, да, и бізге как бы внешность не самое важное. В мужчине внешность не самое важное. В мужчине должна быть дух, вот как говорит Бахтияр, и самое главное цели. Если сен масштабно ойласаң, то, мне кажется, біз қазір 7 мемлекетте ашайын деп жатырмыз, Royal Flowers'ты, и менің ойымша это такой масштабный. Поэтому келесі подкастта уже 50-дегідей отырамын. Күшті 7 мемлекетті ашқанда. Арасынан бір перерыв істеп аламыз ба, жігіттер? Жаңа енді Әдекеңнің жаңағы қазақша күшті сөйлеп жатыр ма деген әңгімесі ғой. Мен айтамын, күшті сөйлеп жатса неге? Өйткені оның артында практика тұр да. Даже ол қазақша 1000 жерден қатты білетін адам болсын, орысша даже білетін адам болса да, егер ол кітап тілімен сөйлейтін болса, оның несінде искренность жоқ қой. Искренность бар жерде ол бәрі тәттірек та. Ол хайп бәрі болады. Мысалға, маған да жазады, мысалға, өзім қазақша оқыдым. Бизнестің бүкіл кітабын орысша оқыдым. Болған жоқ қой. Терминнің бәрі орысша да менде. Енді анарда рилсты сөйлеп отырсам, маған кәдімгі әңгіме айтады ғой. Не істеп отырсың қазақша? Орысша не айтамын мен? Но 1000-ның бірі жазады солай. Сол үшін ол қайта сізге риза болып отырмын да андай. Өйткені каждый сөзі практикадан шыққан сөз ғой мұны. Практикадан шыққан сөз ол бәрі жүрекке қонады да. Жаңа айтып отқаным да сол да. 70 адам алдында 4 сағат қолды былай тұрып қойып тұрып әңгіме жіберген ғой. Сосын Әсекең алды да кешкілік неге апарды, ужинға апарды. Барсам ужинда балдар отыр. Жаңағы анау Михаил деген жігіт болған тұғын. Ана нені қосып отыр да, переключать етіп презентацияны. Следующий слайд деп қоймын ана. Соған келсем, қасына ужинға келсем, бір күндік оборот 42 миллион екен данак. Мен Әсекеңе айтамын да, Әсеке, мен источникпін. Мен қайдан келдік. Следующий слайд қоймын. Сол сияқты ол практика бар жерде, осы практиканың арқасы мен орысшаны жақсы сөйлеген. Жақсы сөйлегенде бір қатты бір қазір деген бір мәнерлеп сөйлемейсің, но бірақ ойыңды жеткізе аласың да бәрі. Мен басында қорққам, ұялғам. Мен өзім тоже қазақ мектепті бітірдім. Сосын Москвада 6 жыл тұрдым ғой, ояқта вообще сөйлескен жоқпын қазақша. И кейбір сөздерді ұмытамын. И кейбір сөздерді резко ойланып қаламын да, мен мысалы тоқтап жатқанда, мен значит примерно сөзді іздеп жатырмын. Бас ойналып ойланып жатыр. Бірақ еще мәнерлеп айтқым келеді, бірақ жетпей жатыр сөздерім. Жақсы, қазақша. Айтайын дегенім, сол Шымкентте выступление болады ғой. Соған дайындалу керек. Жақсылап тұрып, апрельге дейін, қазақша тілімді. Сол үшін сен подкаст сұрадың, кіммен боламыз? Бахтиярмен.
қиын болды, бірақ зона комфорттан шығу керек. иә Зона комфорта, мен кеше орысша подкастта болдым, ол жақта былай отырдым ғой шірен. иә Мына жақта кішкене углға любой отырып қалдым, терминді бірақ айтып иә, бірақ зона комфорттан шықсам, көбірек сөйлесем, сізбен, Ринат бар да, Иә. досымыз да, көп қазақ аудиторияның балаларымен сөйлессем, Шымкентке келгенде достарым мыналармен сөйлесіп жүрмін. Былай айтып жатқанның бәрі мен түсініп жатырмын ғой, уже қалай дұрыс кіру керек и так далее. Даже вот, например, кітаптар неге да? Неге біз орысша көбірек білеміз? Өйткені кітаптардың бәрі орысша болды. терминнің бәрі орысша ғой Менің есімде ең бірінші қазақша кітап, и то вот Қуаныш Шонбайлар істеген шығар. Екінші болма деген там басқа. Оған дейін бизнес кітаптар даже аударған жоқ. Қазір олар көп шығып жатыр ғой, өйткені тіл мәселесі талқыланып жатыр и так далее. Но оған дейін вообще болған жоқ. иә Видео тренингтер болған жоқ. Марғұлан вообще болған жоқ. Ну, то есть барлық бизнес тренерлер орыстар. Ағылшынды білмейсің, қазақшаны білмейсің. Білесің, бірақ не тыңдайсың? Жоқ. И енді чисто орыс мектептерін қарайсың. Одан кейін арасында мысалы воронка продаж, там маркетинговый стратегия, лид дегенді қазақшаға да аудара алмайсың ғой. Әңгіме барысында да еще инструмент беріп айтатын болсаң да, білмеймін, воронка не деп айтуға болады. Лидті қалай деп айтасың? шляпа деп ұра бересің Өзінде сол. Бірақ соны істеу керек. Қазақшаға аудару керек пе? қазақша тіл деген бар, жалпақ тіл деген бар да. Мың жерден ауылда өссек те біз бәрібір терминдер бар ғой орысша. Жалпақ тіл да ол өйткені. Иә. Таза. Өйткені ол қалай болса да жаңағы фанатпыз, ешқандай неміз жоқ, Қазақстаннан кетіп қалайын деп отқан жоқпыз бір-екі күнге де мысалға. Но бірақ тәрбие сондай, совет үкімет солай, кітабың солай, бүкіл термин сол. Мысалға медицинада оқып сен қазақша сөйлеп көр. Бүкіл медицина орысша. Қазақшасын аударсаң сен ана скальпельдің қазақшасын кім біледі? Иә, вот Меркеде мен болдым, и менің туысқаным, ол қазір медицинада оқып жүр. Мен айтамын, неге оқып жүрсіз? Сіз уже елудесіз ғой, даже одан да үлкен шығар. Маған срочно квалификациям үлкейту үшін оқып жатырмын. Неге орысша оқымайсыз? Сіз бәрі терминдер орысша ғой. Жоқ, қазақша, өйткені зарплата көбірек прибавка болады. Жақсы. Представляешь, но видишь, бірақ қазақша түсінбейміз дейді. И представь, врач некачественно шықса, өйткені ол ананы түсінбей жатыр. Врач, представь, это же важно, да? Ладно, кәсіпкер там косякнул, сен ақшан жоқ, да? А там косякнул, адамның денсаулығы. Еще ладно, ол оптимист болса мен сияқты. Менде осындай случай болған. Тренингтерге қатысып жүрген кезде орысша білмеймін ғой, вообще білмеймін. Сонда ана тренер тұрып айтады да: у вас там кишка тонка строить большие бизнес. Вы просто по дороге сломаетесь, деп ше. Или там былай айтады там: приходит ко мне там со своим драндулетом суслик агроном дейді да. Ана кишка танка деген сөзі до такой орысша түсінбеймін ғой мен. Оптимистсің бірақ. Бизнесмен болу үшін сен танк сияқты күшің болу керек деген. Иә. Ана танк деген нәрсені естіп алғанмын ғой. Ал мысалға ана суслик агроном деген кезде мен бизнесмен болу үшін агроном сияқты білімің болу керек деген перевод сондай болған. Кешегі күнге дейін. Ана енді жаңағы кісі оптимист болса, сөйтіп қабылдап, пессимист болса өлтіреді адамды. Шын ғой, жаңағы қиын да. Иә, бірақ ол жері бізде одан кейін бүгін бір кездесуде болдым өзім. Қазақша орта. Бәрі өте мәдениетті, жақсы сөйткен да қазақша. Менде де байқағандығым көп орысша сөз қосады екен да. Ана кісілермен болған кезде зиялы қауымдардың ортасында отырғандай сезіндім да. Менің қазақшам жерде сөйлей алмай даже үндемей тұрдым ғой. Бұның арасында мысалы даже деген орысша сөздерді көп қосады екен да, бүйтіп қоса береді екен. Өркен Кенжебекпен 3 күн бір отельде тұрдым. Үй алдым. Қасында жүрген. Оралға барғанбыз. Еще біздің составты айтсайшы. Мен Әділет Рахметолла, Өркен Кенжебек, Марғұлан Сейсенбай. Олардың сөйлегендері мен просто еще біз бейбіт екеуміз жүрміз ғой. Біз, короче, алшақ жүрген сияқтымыз, потому что реально қиын. Бірақ сөйлейтін сөздері и әңгімелері өте қызық. И біз бір темада болдық. Арманжан Байтас болды бізбен. Ол тоже орысша сөйлейді. Бірақ ол да бір вайбта болдық. Потому что кәсіпкерлер тіл емес, олар ментально бір-бірін түсінеді да. И оларға вообще керек емес ол там. Олар тіл мәселесін талқыламаймыз біз ояқта. Или сен дұрыс емес айтып едің ғой.
или сен там жоқ чисто инструменттер, потому что важно инструмент алу. Марғұланның қасында жүргенде инструмент алып алу керек қой максимально. Иә да, выжимка жасау. Сол жүрді көрген Кенжебек екеуміз артынан. Бірақ қазақтарда бәрібір де бар, кейде біреу қазақ жігіті орысша күнде сөйлеп жүрген, қазақша сөйлеп қалып қате сөйлесе бетіне сразу басып жүреді ғой. Атырауда шығар, Ақтауда. Бірақ Шымкент, Қызылорда, там кім Тараз, кішкене все-таки оңтүстік менталитет бар бізде. Мен өзім Алматыдамын ғой. Оңтүстік менталитет деген кішкене сыпайы сөйлеу. Сен оған сыпайы айтасың, сен қазақшаң дұрыс емес деп. Атырауда олай сөйлемейді, Атырауда сразу тура айтады саған, сау болшы брат деп. Сол айтты маған, реально. Ол да жақсы. Қазір көбісі қазақшаны үйреніп жатыр ғой соның арқасында. Көп орысша сөйлейтіндердің өздері қазақша курсқа барып. Негізі күшті. Негізі ол әрине мысалға шетелге барсаң сол елдің тілімен сөйлеуге тырысасың. Иә. Мысалы Москваға қазақша сөйлеп көр. Сөйлемейсің ғой. Сол сияқты ол біздің елде де болған дұрыс қой. Бұрын ана біз Астанада бірінші барған кезде 2005-те бардым ба Астанаға? 2005-2012-де Астанада тұрдым ғой. Сонан Астанаға барған кезде магазинге барып нан сұрасаң, не понял дейді, специально айтады. Мысалға да. Блин, ана арада жеткізуің керексің. Жоқ, ондайларға сразу орнына отыру керек. Енді қазір мысалға астаналықтар там южан бірдеңе деді ғой. Бірақ оңтүстік қой солар тәрбиелеген. Жоқ, қазір жоқ ондай, кажется. Иә, қазір жоқ қой. Жоқ, осы сол 2005-те да. Мысалға бірден бір, егер де осы күнге дейін Астана болмаса, возможно, ол уже Россия болып тұрар. Да. И қазір аудиторияда күшті. Иә. Бәрі үйреніп жатыр. Короче, менің ойымша, қандай мемлекет сол тілде сөйлеу керек. Иә. Хотя бы тырысу керек. Иә. Потому что мен там Дубайға барғанда арабтар ағылшынша сөйлемейді даже. Иә. Арабтар өз тілінде сөйлейді. И подстраивайся, без разницы бізге. И біз тоже должны өзіміздің тілімізге сөйлеуге. Тогда біздің менталитет өзгереді. Біз все-таки қазақтар күшті халықпыз, өйткені біз орыс менталитеттен кішкене алдық. И примерно біз еще азиаттармыз. Біз Япония мен Кореядан бірдеңке алып жатырмыз, Қытайлардан бірдеңке алып жатырмыз. И біз андай идеальный микспіз ғой. Иә. И сол идеальный миксті надо в хорошем смысле. Потому что біз кеншіл халық, біз көшпендеріміз ғой. И біз, короче, главное завоевать. И біздің ата-бабаларымыз тоже олардың проблемалары. Ата-бабаларымыз бәрі Европаны завоевать етіп, бірақ не удержали. Потому что бізде глубина жоқ, бізде тек ширина. Түсіндің ба? Мысалы, мен не істеймін, короче, маған 7 мемлекетте гүлді ашу керек. Енді глубина не болып жатыр анау, сен продажниктарың қалай жұмыс істеп жатыр. Соны істесек, неге японецтар күшті? Өйткені олардың глубина мен шириналары мощный. Да, олар қатты астық. Орыстарда, мысалы, олар қалай жұмыс істейді? Олар огородта жұмыс істейді. И огородтан күш алады да. Түсініп жатсыңдар ма? Айтады ғой, я поработал там на огороде и набралась энергии. А біз энергияны жылқының үстінде отырғанда аламыз. Жылқыда жүргенде и так далее. И біз өйткені бізге важно көп нәрсені завоевать. Ауқым. Но завоевать етіп, мен қазір барлық қалаларда ашып магазиндар, сосын барлық жерлерінде воровство болса, онда мен истинно идеальный қазақпын. Но ол жақсы емес. Ол біздің үлкен минусымыз. Ол туралы айту керек. Астыңғы фундамент дұрыс болу керек. Бізде фундамент дұрыс емес. Біз резко ашамыз ғой. Біз даже ақшамыз болмай сразу 3 этаж үй саламыз ғой. Главное ширина болса болды. А потом сосын ойланасың. Сол глубинамыз жоқ. Соны бәріне айту керек. Если қазақтарда глубина болса, біз идеальный нәрселер істейміз. Глубина болса, ол жерде чек та, барлығы де, басқалардан қымбат та, бәрі идеальный болды. Даже біз американский нәрсе ғой. Осы жерде былай қарауға болады да, глубина дегенді қалай түсінуге болады. Мен қазір енді кәсіпкерлердің ішінде жүрмін. Мысалға, кәсіпкерлерге барсаң, зарплата қанша десең, мысалға, зарплатының несін қайдан алдың деймін, статистикасын беру үшін. Оны осы қаланың средний заработный платасын алдық та, сонда 5% 10% қостық дейді. И өткенде бірде мынандай случай болды. Менің үйдегі ұлым, бағана тәрбиенің бір түрі болды. Менің ұлым бүкіл үйдің бюджетін сол ұстайды. Маған айына тапсырады, отчет тапсырады, қорғайды. Мысалға там асып кетсе қанша болады, неге асып кетті, түсіру үшін не істеу керек. Сондай әңгімелерді айтып отырады ол. Сонда ұлым жазып жіберіпті, 754 мың теңге бір айда ақша керек біздің үйді асырау үшін деп. Оның ішінде садигі бар, оның ішінде памперс бар, оның ішінде нянькасы бар, енді такси бар да мысалы.
сол кезде ойланып қарап отырдым да, так, егер де біз 3 баласы бар 4 баласы бар үйге үй болатын болса, оған бір айда 300-500 мың теңге ақша керек та. Не істедік? Мен қазір кәсіпкерлердің ішіне кірсем айтамын да, давайте лучше 3 адамға біз 500 мыңнан ақша берейік, чем 10 адамға 100 мыңнан берген. Бірақ 3 адамға максимум условия қояйық, чтобы ол жұмысын жақсы жұмыс істеді. Мысалы бізде осыдан басталды ғой әңгіме. Біздің компанияда 70 адам жұмыс істеді. 70 адам жұмыс істеген кезде бір айда 154 машина газ қойыппыз, ең көп қойғанбыз. Кейіннен бізде 5 адам қалды. 5 адам 187 машина газ қойды. Енді ана 70 адам ақшасын уже бөлесің да сен. Кайдзен арқылы ма? Иә, кайдзен арқылы. Сонда уже мысалға бұрын 70 адам бар кезде, наоборот, біздердің көп қателігіміз осы ғой, жаңа ауқым. Сіз айтып отқан сияқты, кішкене проблема шықса біз ойбай адам көбейтуіміз керекпіз дейміз да. А на самом деле оның астын қазып көрейік. Фундаменттің өзінде де бір не бар да, жаңа ғана фундамент дейміз астыңғы. Бірінші адамға адам ретінде қараған күннен бастап біздің компаниямыз алдыға жылжиды да. Біз былай істейміз да, анадан жаңғырамыз. Ол ертең не істейді? Либо ұрлайды, либо кредит алады, либо подработка жасайды. Мысалы бір компанияға кірдім, компанияға кірсем ішінде бала ұйықтап жүр. Мен мына не ұйықтап жүр? Подработка. Потому что ол басқа жерде күндіз зат жасайды, түнде подработка жасайды екен да. Мен айтамын, неге ол подработка жасап жатыр? Сонда біздің жұмыс ол үшін демалысатын орын ба деймін да. Өйткені неге оның алып отқан айлық 150 мың теңге? Но бірақ ол не от того, что күш тасып жатқанда жұмыс істеп жатыр да. У него өмір қысып жатыр. Өмір қысқан күннен бастап ол не істейді? Выжимка ғой ол. Үйінде бала шағасы қарап отыр, әке шешесі қарап отыр, кредиті тұр. Ол не істейді? Либо таксовать етеді, либо подработка жасайды, либо ұрлайды. Бірақ ана айтады ғой, нас не обманывают, мы сами обманываемся. Біз создаем такую ситуацию. Адамды қысқан күні барып, не істеймін мысалы қазір политикаға кетіп қалдыңыз ғой. Россия қысылды ғой. Енді осыдан алып шықса ол 4-ші держава болады. Россияның іші қатты өсіп кеткен қазір. Саған визаң нафиг не нужен. Ол Россияға. Кеше бардың наличкамен жұмыс істеп жүрсің, но бірақ обороттар кешегі ярд деп отқандар қазір триллион істеп отыр да уже. Адам қысылған күннен бастап ол бас жұмыс істейді да. А біз не істейміз? Сотрудник қысқан күннен бастап либо өзімізді конкуренция создавать етеміз, либо біз оның компаниямызды банкрот қылуға келеміз, өйткені ұрлайды да олар. Одан құндылық та дұрыс болу керек сияқты. Жаңа глубина деп отты ғой. Сояқан. Бізде де мысалы эксперттер келген кезде бір-екі рет түсіреді, кішкене аудитория жинаса, курс жасайын деп кетеді. Мен айтамын, алғашында бізге ақшаны қаяқтан таптыңыз, кішкене сояққа қойсаңызшы ақшаңыз. Если мынандай эксперт болсаңыз, давайте сояққа кірсеңізші. Мына жақта курс деп, тағы басқа деп, жаңа бизнесқа кірудің не керегі бар деймін да. Мына жақтан тауып отырсаң, лучше сояққа кіре бер. Мен көретін американецтерді бәрі сондай да бар. 10 жыл бойы видео түсіріп келе жатыр, 20 жыл бойы қайта сол качествоны артынан бүйтіп қуып кеткен. Каждый чектары да нормальный. Өздерінің кайфтары үшін жұмыс істеп жүр, ұнайтын істер. Это же самая популярная проблема казахтарда, то что кішкене ақша жинаса автомойка ашады, кішкене ақша жинаса там сразу бірдеңке ашады. Да. Ресторан, кафе — это самый главный бизнестер. Только кішкене ақшасы жинаса сразу кафе ашайын өзіме. Зато випкамда өзім отырамын. Короче, ол үлкен проблема, онымен сол глубина единственный вариант, оны шешетін. Ал үйді қай кезде алу керек негізі? Мысалы, көбісі айтады, бүйтіп тауып жатсың, пока үй алма, ипотекаға кірме, одан да кәсіпке сала бер дейді. Бірақ мына жақтан туған туысын айтады, үйің жоқ па, үй алсайшы дейді. Жоқ, мен ол жақта вообще эксперт емеспін. Мен как раз таки қазақ жолындамын. То есть ақшам болса сразу үй аламыз біз. А вообще ол дұрыс емес. Барлық финансы эксперттер тоже маған айтып жатыр, жындысың ба деп. Бірақ мен, короче, сол жолдамын пока что. Ол да жақсы сияқты oldu. Жоқ, ол жерде ол заморозка ғой. Екі нәрсе бар да ол жерде. Егер де ақшаң лишний болса, или мысалға там услуга оказывается етіп жатса. Ақша лишний қашан болады? Айтшы. Жоқ, ол даже мынандай нәрсе да, мысалға бизнесте болсаң, сен бизнеске құя бересің ғой ақшаны. Тоқтамай. Бизнес оборотка деген ол бір шеге ұғымға су құйып жатқан сияқтысың ғой. Оборотқа құя бересің. Бизнес болса сен өзің үшін алмайсың ол үйді. Мен үйді бір 2021-де алдым ғой. 5 жыл жұмыс істеп. Мысалға да. Ал енді сенде услуга болатын болса, лучше қазіргі уақытта сен лучше үйге ипотека алып қойды, оны жинай бер. Өйткені услугада сен қайттан құймайсың ғой ақшаны.
товарный бизнес болса сен құясың. Мысалы қазір 7 қала дедім ме, 7 ел дедім ме, значит 7 елге 7 Қазақстанның обороты керек та. Ақша құю керек. А менің тактикам былай, просто мен саған айтып едім ғой ең басында, еще ортасында, что жігіттерге или ұлы адамдарға ең қиыны это бай болу, да? Ну, то есть надо всегда, чтобы был голод. Да. И поэтому мен, короче, только ақшам бар ма, сразу избавляйся. И избавляйся в каком смысле? Бірдеңке істеп алу керек. Қалтамды босатып қоямын. Босатып қоямын, чтобы всегда был голодный. Бірақ басында екеулерін түсірген кезде сол кезде көрдім мен, қызықты. Қарчақ құртасын дедім, әділ өзінің әңгімесін айтады. Бақтияр ағаны түсіріп отырамыз, 180 миллион ба 80 миллионды жоғалтып алдым деп айтады. Ана жерде өзім түсіріп жатырмын сіздерді, өзім шокпын ғой, ол қалай деген сияқты. Мен өзім ана жерде 300 мың теңге бит жете алмай келатсың. Мына жерде біреу 180 миллион жоғалттым дейді. Айына как минимум мен бір 3 миллион құртуым керек дейді. Басым симайды ойға барып. Что-то не то сияқты. Бірақ бір түсінгенім, үлкен суммада бір жеңіл келетін сияқты, бір үлкен ответственностьпен қатар. Соңғы кездер байқап жатқандығым білмеймін, андай бір көбірек жауапкершілік, көбірек түріміз үшін жұмыс істеп жатырмыз. Мына қазіргі подкасттың өзі де сол да. Мен масштабқа шыққым келеді, қазақтардың барлығы топы болып шыққанын қалаймыз. И әрбір съемка кезінде де сапалы болып шыққандығын қалаймын да. Қазақбай деген сөз качестводан біліну керек та. Шынымен мощный. Камера болсын, барлығын бір андай қойшы деп жасай салғым келмейді да шынымен. Сондықтан да өзім де ойлаймын осы. Қазақтар әлемге шығатын болса, мықты болып тұрып шығу керек та. И сіздер сияқты мықты эксперттермен қатар шығу керек. И әр саладан бір эксперттен шығатын болса, бізде мынандай аз ғана оқырмандармен таласудың мүлдем керегі жоқ деп ойлаймын. Бізде тіпті қазақтардың барлығын бір аккаунтқа жинайтын болсақ та, қазақстандықтардың өзін бір аккаунтқа жинайтын болсақ та, ол максимум бір 6, 7, 8, 9 миллион болады шығар. Ол басқа елдің бір футболистінің аккаунтындағы оқырмандар санына жетпейді. Мына жерде Криштиану Роналду тұр, мына жерде бүкіл қазақтар тұр. Қалай ойлайсың, оны істеу үшін ағылшынша контент істеу керек па? Жоқ, оны істеу үшін мына жерден қазақша контент істеп, үстінен ағылшынша озвучка қосуға болады. Субтитр, да? Жоқ, субтитр емес, кәдімгі озвучка қосылды ютубта. Сен үстінен плюс ағылшынша сөйлейтін, сіздің дауысыңызға ұқсайтын біреу тауып аласыз, үстінен жазасыз, осы жерде тұрамыз да, бүкіл әлемге контент жасаймыз. Сұрағыңыз? Сұрағым жоқ. Бұл бізге ақыл бір жол ақыл айтады. Сіздер айта бересіздер, мен де бір арасында қосайын деген. Қазақтар алға. Алматтың айтқан сөзі бәрі Алланың құлағына шалынсын. И мне кажется, реально это все реализуется. Главная цель и главное... Вот есть площадка мастер-класс, да, называется? Я мастер-класс. И почему мы должны делать хуже? Просто надо ставить себе цели, чтобы делать... Вот Мирда бар, вот менің досым, да, Аят Азимов, Global Coffee, да, күшті желіс, реально кофе сатады. Ол айтады, у нас чайная страна, Шымкент тем более чайный город, и бәрі кофе ішіп жүр, 51 точкалар бар. Өйткені олар просто айтады, вот Starbucks былай істеп жатыр, біз ештеңке не придумываем нового, мы просто делаем лучше, чем Starbucks. Да. Мы просто стараемся делать лучше, чем Starbucks. Качеством, стаканами, атмосферой, Wi-Fi. Ну, всем, чем мы можем, везде мы должны выиграть Starbucks. То же самое, есть мастер-класс. Если сен бүгін подкастты хуже, чем мастер-класс снимаешь, то өзіне сұрақ қой. Мен басқаларға жақсы істегім келсе, өзіме әлі істемей жүрмін ғой. Ты должен просто делать лучший мастер-класс. Ну, например, да, я не знаю просто, кто у тебя бенчмарк. У меня, например, там сейчас просто менде бір проблема бар. Цветочный жоқ. Вообще жоқ сеть цветочных по миру. Не существует. Әр қалада өзінің сеттері бар, болды. Мировой жоқ, Мировой жоқ. Ну, например, Саламбро, мен білемін, олар Макдональдсқа қарайды, мысалы, и спокойно Макдональдс сияқты болғысы келеді, да. Или, например, тағы біреулерге. Саған, например, вот мастер-класс, да. Потому что гүлді Европада дарить, там, не такой культ дарения деген бар, да. Бізде СНГ-да ол бар. И мен сол үшін Ресейге қарап жатырмын. Ресейдің ең күшті желісі болса, біз оларды алып кетейік. И сосын мен басқа смежный облыстарға қарап жатырмын, Додо пиццаға қараймын. Олар былай істеп жатыр екен ғой. Біз де солай істеу керекпіз. Там Happy Cake-ке қараймын. Олар мынандай IT приложение істеп жатыр. Біз де солай істеу керекпіз. То есть мен уже смежный қылып
олар қарап жатыр. Сенің смежный не мастер-класс, сенің смежный телеканалдар, сенің смежный там сол вечерний Ургант. Неге мынау подкаст должен хуже быть, чем Да. условно на этот, как называется, American. Атын ұмытып қалдым. Негізі тура біздегі сияқты, сол вечерний Ургант сияқты, түнгі студия сияқты, тура сөйтіп қонақтар шақырады. Мен ойлағаным, бұны прямой эфирде шығартайын дегенмен әдейі. Как телебағдарлама сияқты планетіне көреді, ана жерде оқырмандар тағы сұрақтарын қояды, оған чуть-чуть бір екі техниканы алып жіберемін, скоро ол да болады. Да, потому что сен прям жарысу керексің. Как ненормально. Иә. И Да. когда сен оларды жеңсең, ақша өзі келе береді ғой. Как-то само по себе. Мен вообще білмеймін қалай клиенттер келіп жатыр Royal қазір. Олар просто уже снежный коммен келіп жатыр. Біз уже там, конечно, там біз маркетинг отдел көп ақша жұмсайды и так далее. Но уже имиджево келіп жатыр. Уже модно қызға с инстаграмға сторисқа Royal салу. Еще сіздер мен қарап отырамын ғой. Сіздер кәдімгі культураны өзгертіп жібердіңіздер да. Иә. Просто так дарите эти Иә. Өйткені мысалға уже буквально кеше 2-3 жылға дейін тек 8 март это пик болатын болды. Единственный пик 8 март болатын гүлде. Қазір туған күн гүл, былайынша күн гүл, көктем шықты гүл мысалы. Аналары күнін қосты. Настроениең түсіп кетті гүл. Иә. Ол уже культура болып кетті. Біз еще қазір сөйлесіп жатырмыз. Аналар күнін қызыл календарьға қызыл күн болса, онда бізде өте көп продажа болады. Потому что когда не красный день календаря, ну не хочешь дарить. И потом алғыс күні болды 1 март. И біз өзіміз искусственно жаңа праздниктар шығарып отырамыз. Потому что ол біз үшін проект. Мысалы Starbucks, олар Хэллоуинға қатты дайындалады. Олар өзінің магазиндарын тыкваға оформляет. И плюс тыквенный латте шығарады. Тыквенный пирог жасайды. И у тебя ощущение осени, и ты приходишь, осенью что ассоциируется? Тыква. Вообще Хэллоуин болған жоқ қой. Это же выдуманный маркетологами праздник. День матери болған жоқ. Это выдуманный маркетологами праздник, чтобы больше продавать. И вот эти вот Black Friday, жасыл жұма и так далее, это все выдуманное маркетингом. Если сенің басың күшті істесе, то можешь... При этом ол анау неге әкелмеу керек та? Жаңағы бір какой-то надежда беруіміз керек қой. Эмоция. Всегда бір эмоцияның артына тірелуіміз керек та. Мысалға, неге қазір былай алатын болсақ, біздің жаңағы қазақтар дейміз ғой, енді өзіміздің елде қазір 90-95% кредитование кіріп кетті, кредитке. Себеп не? Себеп просто біз бір жақ беткеймен қараймыз. Жұмыс істеу, ақша табу, жұмыс істеу, ақша табу, жұмыс істеу, ақша табу, жұмыс істеу, ақша табу. Басқа эмоция жоқ. Биыл мысалға мен жаңа жылда өзім ұстап алдым. Біздер негізі всю жизнь бизнесмендер депрессионный адамдар ғой. Басында бірдеңе жетіспейді. Постоянно бірдеңе жетіспей тұрады. Жаңа жылда әке-шешем үйіне баратын құттықтауға. Менің состоянием мынандай, хочу, не хочу деп өсіп баратын да. И өзімді ұстап алдым да. Бақтияр, ты че так? 2022 как никогда $3 миллион беріп жаттың. Мысалға. Что тебе, не жетіспейді осы жерде? Айтшы енді. Чтоб қуануыңа деп. Сол өзімді ұстап алдым да, кәдімгідей жаңа жылды аяқ астынан отбасы күні істеп жүрдік та. Есептеп қараса біздің әулетте 34 отбасы не бар екен, туған күн бар екен. Ең қызығын айтайын. Біз қазір 3-ші ай ғой енді басталып жатқан. Біздің отбасыдағы қазіргі болып жатқан береке, әулеттегі болып жатқан береке. Осы күнге дейін болмаған береке. Түсінбейсің. Өйткені бүкіл әулет бойы бір-ақ нәрсені қойып, жұмысқа барамын, ақшатам жұмысқа барамын, ақшатам кредитім жұмысқа. И ана жаңа сіздің сөзіңізге қосылып отқан ғой, мысалға бұл адам екенімізді ұмытпас үшін бізге всегда праздник керек. Енді праздниктің өзі андай слишком той болып кетпеу керек та. Просто эмоция, малейшая эмоция былай береді да мысалға. Мен Ресейде оқып жүргенде өзі группаштарым айтатын: мы знаете, почему в жопе? Потому что у нас Новый год 11 дней дейді ғой. Мы 11 дней отдыхаем. Ну, олар өздеріне ренжіп жатыр да. Өздеріне. И бізде көп демалмау керекпіз, бірақ должны все равно уделять внимание семье. Ты можешь по-любому назвать. Хэллоуин, айтып жатыр ғой, Хэллоуин болмасын там и т.д. Болмасын, но ты же семье должен уделять внимание. Да. Отбасы күні күшті. Сол сияқты отбасы күн деп қойдым биыл, достар күн деп қойдым. Кстати, мысалға ертең айтпақшы, оны бірден шақырып жасап жүрейін де. Ана неде, Светланада, мысалға рахмет шай деп мен бүкіл достарым жинадым Қазақстанда.
орадағы әңгіме бар болған осылай достарымыз жинап бір бірімізге бір жағынан нетворкинг. Ешқандай не жағына бір балдар жазып жүрді, қанша тұрады, мен айтамын бесплатно. Да, ол ақша. Вот Светлана есептеп көріңіз мысалға 10-15 миллион ақшам кетеді да. Но это не значит, что мен барып оларға пафосын жоқ. Барып әңгімелесу да. Өйткені неге? Біздер қазір мынау галстукпен жүрміз ғой бірыңғай. Галстук бар, нарда анау профессордың очки сияқты, мысалы бизнесменнің ортасында кездессек те біз не істейміз? Бір-бірімізді атака жасаймыз. Мен крутой, сен крутой, мен крутой, сен. А просто рахмет шай деген жоқ та еш. Давай рахмет шай жасайық, достармен араласайық. В чем прикол? Күшті культура. Иә. То есть бұл жерде айтайын деп отқаным ол бір не жоқ та, бір осы күнге дейін менің единственный проигрышым мен біреумен жарысқан күні да. Ал енді единственный выигрышым когда біреуге көмектесіп немесе біреуге адам ретінде қараған күні да. Сізде галап тапсырдыңыз ба? Жоқ. Галап тесті сізде эмпатия үлкен шығар, конкуренция аз шығар. Бұрын конкуренция көп болған шығар. Менде потому что мен өзім тапсырдым, менде бірінші орында достигаться и уже ең лидері ол конкуренция. Мен вообще конкуренцияны жақсы көремін. Олсыз өмір сүре алмаймын, мен ақшаны жаратамын тез-тез. И потом даже плавание болады ғой. Барасың, короче, жүзуге. Анау адам келесі дорожкада. Ол вообще өз-өзімен плывет. Ол саған қарап атқан жоқ даже. Түсінемін. А мен онымен жарысып жатырмын. Короче, ол бір пловец болса вообще тұншығып жатырмын да, но главное ананы жеңу. Анау білмейді сен оны жеңіп жатқаныңды. Сол конкуренция жаман бір нәрсе. А эмпатия 34-ші орында. Поэтому мен 34 орын бар ғой өзі. 34-ші орында эмпатия. Адамдар, сотрудниктар мен майеміне келгенде, там можете аванс стать и так далее. Айтады, Адил, идите деп. Потому что олар біледі, что мен, короче, ең жаман полицейскиймін. Мен өйткені қалай шешуге, вот, например, сондай отбасы күні там, и так далее, они должны размягчать. Мен даже родителям своим или там детям своим я очень жесткий. Типа, менде жоқ ондай, типа, мынау менің ата-анам ғой, ой, менің балам ғой. Нет, все, график бар, давай, сен әлемді озу керексің. Я Самиру всегда говорю, футбол барама, ты должен самый лучший там и быстрый быть. Менде сондай бар, бірақ все равно надо любить своих детей, и я к этому стремлюсь. 2021-ге дейін солай өмір сүрдім. Да, конкуренция. Кәдімгідей жаңа өзің айтып отқан сияқты, мысалға анау бір даже достарының ортасында бір жігіт болсын, мысалы сіздің бүгін оборотыңызды көріп қалсам, бұрын болса, мен ішімнен Бақтияр, почему не ты там? Да. А қазір мысалға сізде мынандай болып тұрса, мен айтамын, Аллам күшті екен. Қуанамын наоборот. Ал енді ана жерде менде постоянно проигрышный болды. Бүгін азанда гостиницада ұйқыдан тұрып жатқан өз-өзімнен ұстап алдым. Ең қызығы, неден бастап уже маған бір 20 күн болды, ақша түсіп тұр, бәрін тік уже келісіп тұр, ақша түсу керек. Түспейді ақша. Келісіп тұр, міне $50,000 ана түсу керек. Бірақ ертең арғын почему-то созылып кетті да. Өз-өзімді ұстап алдым. Оказывается, мен burada ана арада жаңағы служениемді ұмытып кеткен ғой просто. Мен сен анада бірінші ақшасын берсін, өсіп қалғанмын да, азартқа кіріп жатырмын да. Сосын айттым, Бақтияр, остепенись. Как уже анау айнаға қарадым да өз-өзімді осознавать еттім. Келдім де просто, сіз не поверите, обедке дейін бүкіл ақша түсті бүгін. И мен түсінбеймін да, когда мен жарыссам, наоборот, проигрышный менде. Сіз адамдардың ар жақтан не ойлайды, қалай болады, соны жақсырақ сезетін сияқты. Сондықтан да консалтингте именно сол үшін сияқты. Мысалға анау компанияның ішіне кірген кезде, мысалға сіздің компанияңызға барсам, мен сіздің шкураңызды киемін бірінші. Мен айтамын, мен болса, менің компаниям болсам не істер едім бұл? Даже ол ақшасын төлемесе де мен бірінші көмектескім келіп тұрады. Сосын таңдамаймын. Мысалға бесплатно болсын, ақшасын төлеген болсын, крупный төлеген жоқ. Бәріне бірдей отношение жасаймын да. А менің ойымша, вот консалтинг жасайтын адамдар, менің бір сұрағым бар сізге. Ренжімеңіз да. Неге олар өздері жасамайды бизнесті, неге басқаларға көмектеседі? Осы сұрақ өзімді мазалап жүр. Өйткені менде бір балалар бар Шымкентте, наставничествомен айналысады. И айтады ғой, блин, ұят. Өзімнің бизнесім что-то онша емес. Бірақ наставничество істеп жүрмін ғой. Шымкенттің бәрі менің аузыма қарайды ғой. Реально оның аузына қарайды да. Бірақ өзімнің бизнесім онша емес. Бірақ мынаған айтамын, сенің бизнесің нашар, давай былай істе. И ол істеп, еще байып кетеді ол. Сосын басқа 10 адам істейтін екен наставничествосын. 10 адамның бәрі байып кетеді. Бірақ өзім істегім келмейді. Мен ана 2 ай бұрын менде осындай болған. Мен өз компаниям сатқан кезде,
өзім пигінен әкелдім ғой, обычный эстоны кәдімгі 400-600 эстоға дейін әкелдік. Әкелген кезде ойладым, енді мынау қазір внимание обращать етпей қалам дедім, оны сатып жібердім. Буквально 2 ай өтті. Уже мен апрельде қайттан компания ашайын деп тұрмын да. Өйткені все равно бәрібір ішімде менде мен өзіме сұрақ қойдым оны. Не үшін мен қазір қайттан компания, мысалы қазір уже заводпен ертең неге кетеміз, апрельде выставкаға. Сол жақтан бір завод қояйын деп тұрмын осы Қазақстанда. Сонда өзіме сол сұрақты қойдым мен. Неге сен өзің істемей жатсың деген сияқты болды да. Ну, обязательно ол қазір уже апрельде менде бір запуск болады полный. Бірақ почему-то мен ана жақта бірінші жіберген кезде өз компаниямды. Сол кезде менде не болды? Пока уақыт бөлмедім, ертең мен оның обалына қалмайын деген не болды компания. Где внимание, там результат деп. Енді қазір мен үшін қайттан компания ашылады. Бірақ мынау консалтинг тоқтамайды. Не үшін керек консалтинг? Не үшін? Мынаны прокачать ету үшін. Всегда жұмыс істейді миыңыз. Әр компанияның өзінің уникальності бар. Мысалы мен қазір кешегі 2022-де 40 компания кіріп шықтым. Мен бүгін қазір консалтинг алдық қой кайдзенде. И 26 минутта істейміз, оказывается, бір букетті. 96 секундқа істедік бүгін. Вау. Представляете, 26 минут жасайтын бір букетті 96 секундта бітірдік. Я такой думаю, да, ну не может быть, еще басында ол айтты, 96 секундта істейсіңдер. Я говорю, Кумар, я все понимаю, кайдзен понимаю, но нереально. Хотя бы 10 минутта істеп беріңдерші, не надо маған. Бізде болды осы 3 суткалық машинаны 15 минутқа істедік. Рекорд 15 минут. Соны қалай істеді ол? Просто правильное распределение обязанностей. Бізде лента кесетін адам, букет жинайтын адам, анау гүлді таңдайтын адам, гүлді мынаяққа әкелетін адам, бір адам болды да. И сондай 4 адам. Жоқ, сондай 4 адам. Понимаешь? А енді қазір ол бір адамнан істейді, бір адамнан, и біз просто конвейер сияқты. Нереально көп. Бізде қазір курьерлер айтады ғой, не болып кетті мынау? Курьерлер үлгермей жатыр. Курьерде кайдзен істей алмайсың ғой. Это просто бір курьер. Представь. Шоу вообще, менің ойымша. Сондай консалтинг күшті көмектеседі. Представь, олар айтады, вот неге айтып жатырмын мен? Біз ойладық қой, біз былай план жасадық. Біз примерно 100 миллионға сатамыз там. Былай қиын жұмыс істейміз 3 күн бойы, да. Қазір 54 миллион біз санаған бойынша. Ол обедке дейін только. А еще бізде 3 күніміз бар, представь. Короче, сондай компаниялар күшті көмектеседі. Консалтинг. Потому что олар сені сыртынан қарайды. Мен тоже вообще экспертпін ғой, любой ресторан, кафе ашсаң. Шақырыңдаршы, я там консалт. Бірақ, потому что сыртынан жақсы көрінеді, да? Анан сенің көзін замыливается. Неге менің күшім, да, саған көмектесті, потому что мен компанияда болған жоқ. Если мен сол сендермен жүрсем, көрмейтін едім. Мен проблемаларды озвучивал. Ну, например, что-то маған жауап бермей жатыр, да? А я сказал, жауап бермесе, просто 10 адамға жаз. А я такой думаю, запарили, қазір тағы 10 адамға жазсам жауап. И вот это все ты всегда видишь сыртынан күшті көресің. Сыртынан любой компанияны көруге болады. Совет директоров из-за этого же, да, у крупных компаний существует. Совет директоров, оларға төлемейсің ақша. Олар просто келе береді, ақсақалдар. И начинает раскачивать. Неге сенде проблема. Біз қазір соны дайындап жатырмыз. 6 күшті предпринимателім бар, достарым. Соларды совет директоров жасайын деп жатыр. И мне кажется, мы поплывем просто жетті мемлекетке. Да, ойланбай кіресің. Потому что сенде 6 ақылды, ну представь, сенде мына жақта, сен, например, рилспен айналысасың. И саған қанша 88 миллионға сату керек. И сен былай жазасың совет директоров, 10 миллионға сату керек. Мына жақта Айдын Рахимбаев отыр, мына жақта Нұрлан Смағұлов отыр, ана жақта там Герман Греф отыр, солай 6 адам жинадым. И айтасың, пацаны, надо помочь. Надо сделать 8 миллион. И олар сыртынан 1 секундта или 1 күнде саған істеп берді. При этом олар, ми жұмыс істеп жатыр, это для них кайф. Кайф то, что размяться. Сіз айтып жатсыз ғой, консалтинг ол миды жаттықтырады. Қашан басталады? Вот сейчас совет директоров, оны ойладым басында. И қазір вот подкасттан кейін қазір списокты жазам. И сол списокке шақырам адамдарды. Потому что это будет, кажется, крутой шай. И әр ай сайын бір рет рахмет чай будет 6 адамға. Да, элементарно в виде нетворк, не істесең, бизнес-клуб істеп қойсаң да болады. Элементарно в виде бизнес-клуб.
то есть орда мысалға там енді бірден қазір неге әкелу үшін бірақ мен эгоистпін ғой, мен анау 6 адам ойнауы түсу керек қой, а мен только өзімді ойлап жатырмын ғой, и поэтому только советімді қойып, да. Енді ойластырып, бірақ бизнес клуб ол ең күшті нәрсе. Бизнес клубта, но бірақ оны закрытый қылу керек. иә, закрытый, ол жақта ақша не важно, самое важно ол орта. Потому что бизнес клубтардың көбісі минустары, олар сені шақырады бесплатно, сосын айтады анау начинающий предпринимательға, ребят, миллионнан төлеңдер, зато один қасында жүресіңдер. И вот это вот, ну, не лучшая тактика. Лучшая тактика, когда сен өзің 6 адам шақырдың, и ол 6 адам реально развивается. А то аналар бизнес-клубта кейбіреулер не развивается, я не думаю, что разовьются за счет тебя. Одан кейін даже кейде мысалы басында бастап отқан кезде ол слишком көп ақша табатын кеңесі опасный сияқты наоборот. Неге? Иә. Сен мысалға сен әлі даже 5 миллион таппадың, саған 20 миллион табатын біреу кеңес айтатын болса ше. Андай ғой, қазір мысалға осы жерде мен өзімнен бақия мынандай сияқты деп айтады, өзіне аяма анау дейді, өзіне аяма дейді, содан или тағы кредитқа дальше кіріп кетіп, одан ары кіріп кетуі мүмкін да. Потому что бірнеше случай бар, андай бар, ой, зона комфорта, анадан шығасың, үйтесің, уровень жизни көтер, үйтпейді деді. Бірақ по факту оның кредит төлеу келе жатыр, ол кіреді, одан ары кіреді ғой. Может быть. Осы жерде мынандай нәрсе бар ғой, мысалға қазір мынау социальный сеттің өзінің минусы бар да бұл жерде. Қандай, мысалға камераң арғы бетінде айтады да, біздер айтып отырмыз ғой. Мысалға оқысаң, ортаңды көтерсең болды, біз не істейміз. Мысалға сен ортаңды көтересің, ортаңа келдің, бірақ сен начинающий бизнесменсің да. И келген кезде әдекеңнің несін көреді, менің немді көреді, сіздікін көреді. Ол тұрады да соған тез жеткісі келеді да. Бірақ сіздің артыңызда 10 жылды қарап отқан жоқ та ол. Қалай түйір төгіп түнімен 12-ге дейін ұйықтамайтын. И ол еще мынандай не сияқты ғой, мысалға бизнесмен бірінші бастап жатқан кезде бір 13 жасар бала сияқты, 13-ге дейін бала не істейді, әр нәрсені көреді де 13-тен кейін барып отырады орнына. Оказывается, маған мынау қызық екен деп. Или мысалға жаңағыдай кішкентай балаға келесің айтасың, мына шайнекті ұстама, күйіп қаласың десең, ол пока ұстамай түсінбейді да оны. Ал енді қазіргі начинающий бизнесмендер бірінші еңбек ету керек та. Мысалға бұрын мынандай случай болған, маған көмектескен сол негізі. Мен двоюродной ағам 3 рет неге түсті. Астанада 3 жыл бойы подряд жаңағы 117-118 балмен оқуға түсті да. 6 айдан кейін тастап кетеді. Мен айтамын, неге тастап кетесің деген кезде, мен бірінші жұмыс істеп алайын, сосын барып мен оқуға кіремін деді да. Бірақ ол таки всю жизнь ботаник та, бірақ жұмыс істеген жоқ. Мен соны қабылдап алғам, батырлады 14-ке дейін пақайт еттім ғой, жұмыс істедік біздер. 14-те барып кітаптың бетін бірінші аштық, анау ежелеп оқыдым, әліппе сияқты оқыдым орысша кітаптарды ғой. Бірақ ана кітаптың сөзі маған кірді да, өткенге әбден басыңды ұрып тастағансың ғой сен аға. Ол кезде тезірек түсінесің да. Ол ана стартаптардың ең қиыны осы да, бірден бүгін жұмыс ашса, ертең бай болғысы келеді. Жаңағы анау қазақтың күшті жерін алып алады да, бірден масштабқа шыққысы келеді. Ол масштабқа шығып жатқан кезде бәрін опырып кетеді да. Жаңа анау қазір инвесторлар неге көп адамға инвестиция салғысы келмейді? Потому что келген кезде анау лишь бы ақша алсын бәрін я дей береді ғой. Берем, былай істейсің ба, хорошо, былай істейсің ба, хорошо. Сөйтіп келеді де, ол ақшасын алып алғаннан кейін ол ақшасы шашылып кетеді. Мына жақта инвесторлар аузы күйген, ана жақта не ол өз бетінше қашып жүр. Былайынша алған кезде. Қазіргі негізі стартаптарға бірінші еңбек етуді үйрену керек та. Сосын барып уже әрі қарай білімін ала берсін 3 жылдан кейін бірақ. Америкада топ менеджерлерді, оказывается, былай алады, если линияларында бір жақсы өсіп жатыр, потом попал, қайттан өсіп жатыр, попал, сондайларды алады жұмысқа. Если ол только өсіп жатса, то, скорее всего, ол стрессовый жағдайда не болатынын білмейді да, сол үшін. Иә. И вообще бизнесмендер, которые попадали, менің ойымша, оларға инвестировать люди хотят больше. Потому что чем больше у тебя было проблем, тем больше вероятность, что ты справишься. Просто мынандай да, байқағандығым, әркімнің өзіне заңы жұмыс істейді да. Біз қанша адам түсірдік, әркімнің өзінің заңы бар ғой. Былай істейсің, или даже семейный отношения болсын, тағы басқасы болсын, әрқайсының өзінің заңы бар да. И оған сол заңы жұмыс істейді. Мен соған таң қалдым да. Они капец разный. Даже мысалы әйелмен де қарым қатынас жайында да айтады, типа екеу нәрсе айтады. 200 адам түсіп пе, 200 түрлі әңгіме айтады. Ана жерде мен вообще шок болып қаласың, сонда деген. Өйткені мынандай ғой, сен не нәрсеге сенесің, соны аласың ғой. Сол, дәл өзі.
не нәрсеге сенесің соны аласың болды. Ну бәрі бөліскенде олар реально жұмыс істейтін инструментпен бөліседі ғой, да? Иә, өзінің өзі бір жолдан өткен инструментпен кетіп жатыр ма? По идее қай жерден бітті? Жоқ, басқалар түсірді, басқа камералар, нормально. Ода все хорошо. хорошо. Сен түсірген жоқ дейсің. Ода ештеңе жоқ, ладно. Түсіріп аламыз деген. Рахмет үлкен келгендеріңізге. Бұл негізі подкаст не дейсің, мен андай эгоистік түрде өзіме ғана қызықты сұрақтарды қойып жатырмын да. Мәселе аудитория, көрермендерге рахмет, что ол кісілер көріп жатқандығына, маған осындай мүмкіндік беріп жатқандығына, осындай жақсы спикерлермен, жақсы мықты кәсіпкерлермен прямой кездесіп жатқандығыма. Возможно, подкаст кезінде бір-екі қателіктер болды, кейбір нәрсе дұрыс айтпадық. Біз көп әлі қателік жасаймыз, соған дайын болыңыздар. Сонымен енді сіздерден кішігірім бір не алайық енді, мотивация алайық. Бір ауыз сөздеріңіз өздеріңіз соңғы бір Бақтияр бірінші айтсын, мен ойламайын. қазақша мотивация жасаудың. Жаңа сен бұл жерде просто менің бір іште жүрген бір сұрағымның шешімін тауып жібердің да бұл жерде. Әдекең өзі бір отырып шай ішу керек болып жүрген мен негізі. Астанада келе алмадықпыз, иә? Астанада келе алмадық, алмадық қой, сонымен әдекеңмен бір шай ішу керек болып жүрді. Жақсы болды. Әдекеңмен отырып бір камераның алдында сөйлесіп тастадық. Бір жағынан бір-бірімізді пошупить еттік, бір жағынан бір-бірімізді уже кіріп шықтық та былайынша алған кезде. Енді ол мотивация дейтін болсақ, ол бір білмеймін, қазір жаңағы қиял әлемінен реал әлеміне кіруіміз керек қой. Бизнесмендердің барлығы просто пақыр. Ешкім ойламай қойсын, үйінде жатып ақша тауып жатыр. Бәрі пақыр. Азында 7-де тұрады, түнде 12-де жатады. Бітті да. Қазір суббота воскресенье якобы демалдым дейді, но бірақ бас демалмайды да, жұмыс істеп жүреді. Менің мотивациям, ол реально өміріміз, да. Вот, например, сен өзіне айфон алдың, сен өзіне машина алдың, сен өзіне квартира алдың. Ата-аналарына не алдың, и ата-аналарың қандай қазір өмір сүріп жатыр. Соған қараш. Если, не вау, или, например, балаларын, или сен туысқандарын, помоги им хотя бы. Сол мотивация емес па? Как можно говорить, менің мотивациям жоқ, если ты не можешь маме сумку купить классную? Вот. Как ты можешь говорить, менде мотивация жоқ, если у тебя папа кредитуется? Как можно говорить, мотивация жоқ? Если мотивация жоқ болса, айтарым жоқ, короче. Мотивация жоқ, сосын оның өмірі жоқ. Кәдімгідей инстаграмға кетіп қалайын деп тұр. Рахмет. Бізде қонақтарға сыйлықтар. Қорап демекші, бір қораптан. Подкасттың жақсы жерлері бар екен. Иә. Рахмет. Все. Болдық онда. Туран суын толтырып қойсын. Мандарин сияқты. Рахмет, сау болыңыз. Алла разы болсын.